Арал теңізіндегі биохимиялық полигон. Арал 7-ші кеңестік жабық қала. 1942 жылдан 1992 жылға дейін Арал теңізінің ортасында орналасқан Возрождение аралында әскери биохимиялық полигон болды. Оның шартты атауы Бархан. Онда жарты ғасыр бойы тәжірибелік жануарларға, иттерге, маймылдарға, қойларға, жылқыларға бактериологиялық қару-жарақ сыналды. Препараттардың үлгілері КСРО-ның барлық әскери биохимиялық зертханаларынан Степногорск, Киров, Свердловск 19, Амутнинск, Сергеев, Посад, Абаленск. Нысан мұқият күзетілді. Аралға бөтен адамдарға кіруге қатаң тыйым салынды. Құпиялық дәрежесі полигонға қызмет көрсетуге қатысқан қызметкерлердің көпшілігі қайда жұмыс істейтінін білмеді. Саров алдымен монастырдың, содан кейін ядролық орталықтың арқасында бүкіл елге танымал болды. Аралда биоинженерлік институттардың тұтас кешені, корпустар мен зертханалар, виварийлер, жабдықтар қоймалары орналасқан. Қалашықта әскери ғылымдар үшін өте қолайлы жағдайлар жасалған. Бірақ 90-шы жылдары бәрі өзгерді. 1992 жылы президент Борис Ельцин полигонды жабу туралы жарлық шығарды. Әскери контингент Киров қаласына жіберіліп, биозертханасы бөлшектелді. Ренессанс аралында ғалымдар қандай зерттеулер жүргізді? Оны ешкім айтпайды. Жабдықты тонаушылар сүйреп апарып, кем дегенде қандайда бір құндылықты тонап алды. Тек қараусыз қалған ғимараттар қалды. Айтпақшы, 1995 жылы полигонға американдық әскери бактериологтар келді. Олар КСРО ыдырағаннан кейін аралдың аумағына тиесілі Өзбекстан мен Қазақстан билігі шақырды. Шетелдіктер бірнеше қабірлерден сынамалар алып, кеңес ғалымдары жұмыс істеген Сібір жарасының споралары толығымен өлмегенін және белгілі бір қауіпті сақтағанын анықтады. Мұнда адамдар қайтыс болған адамдардың күшейтілген вирустардың штамдарын тексерді. Биологиялық қару жасалған елдің атауы өзгерді. Ал жаңа елге қорқынышты вирустардан қауіп болмады. Тіпті география өзгерді. Арал бұрынғы КСРО аумағындағы ең атмосфералық аймақтардың бірі болып қала отырып, түбекке айналды. Discovery Channel және тірі және өлі қалалар жобасы кеңестік құпия өлім аурулары туралы баяндалды. КСРОда биологиялық қаруды дамыту бойынша ғылыми орталық құру керек деген идея кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында пайда болды. Ал Қызыл армияның қолбасшылығы құпия нысанды орналастыруға болатын орынды таңдаудан бірден таңғалды. Вирустың штамдарын сынау үшін жағадан кем дегенде 5 шақырым қашықтықта орналасқан үлкен аралды табу керек болды. Билік тіпті бұл іс Байқал көлінде болады деп болжады. Бірақ соңында басқа кандидаттарды таңдады. Ақтеңіздегі Соловки, Селигердегі Городомль аралы және сайып келгенде Арал теңізіндегі Николай I аралы бар екенін анықтады. Біріншіден, олар қаланы зерттеуге берді. 1930 жылдары КСРОда алғашқы аусул институты Аралда салынды. Онда олар аусулға қарсы вакцина жасады. Ал 1937 жылы армия үшін вакциналар жасаумен және биологиялық қаруды дамытумен айналысатын биотехникалық институт осында ауыстырылды. Алайда соғыс кезінде мұндай мекемелерді жау мемлекеттермен шекарадан мүмкіндігінше алыс орналастырған дұрыс екендігі белгілі болды. Сондықтан көп ұзамай сынақ зертханасы сол кезде жаңа атау алған Николай аралына, Ренессанс аралына көшірілді. Өлімге әкелетін вирустармен жұмыс істеу үшін бұл жер өте қолайлы болды. Сондықтан соғыстан кейін Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы құрғақ, ыстық климатта орналасқан 200 шаршы шақырымға жуық жер учаскесі құпия кеңестік базаға айналды. Өлімге әкелетін ауруларды сынау полигоны. Аралдың солтүстігінде Кантубек, Арал 7, әскери қалашығы салынды. Онда полигон қызметкерлері үшін отбасылар мен офицерлік құрамы бар үйлер салынды. Балабақша, мектеп,
асхана, дүкендер, стадион, казармалар мен жеке электр станциясы салынды. Сонымен қатар қаланың жанында барған аэродромы салынды. Одақтағы жалғыз 4 ұшу-қону жолағы болды. Олар қатты желге қарамастан ұшақтарды еш қиындықсыз отырғызу үшін қажет болды. Қолайсыздық аймағы. Әуежай мен тұрғын үй құрылысына қанша күш пен ақша жұмсалса да, олардың екеуі де осы нысандардан алыс орналасқан үшінші және мүлдем жабық зертханалық аймақ пен полигонсыз мағынасы жоқ. Оның үстіне ұшақтан Сібір жарасы, бубон обасы, бруцеллез, туляремия және басқа да қауіпті инфекциялар осында әкелінді. Киров, Екатеринбург, сол кезде Свердловск және Степногордағы қорғаныс өнеркәсіп кешенінің кәсіпорындары. Полигон аралдың оңтүстік бөлігінде болды. Бұл желдер аэрозоль бұлтын оңтүстікке қарай апару үшін жасалды. Содан кейін әрине залалсыздандыру шаралары қабылданды. Жүйе қарапайым және жақсы жұмыс істеді. Зардап шеккен аймақта сарбаздар тәжірибелік жануарлар мен торларды салып, штамдарды шашыратты. Содан кейін химиялық қорғаныс костюмдерін киіп, жануарларды зертханаға алып келді. Маймылдар көбінесе эксперимент ретінде таңдалды. Өйткені приматтардың тыныс алу мүшелері адамға көп ұқсайды. Аралға Абхазиядан 7 тәжірибелік маймыл жеткізілді. Бірақ кейде шетелден әкелінді. Мысалы, антракс 836 Сібір жарасының штамын сынау үшін 500 маймыл алыс Африкадан жеткізілді. Айтпақша, 1971 жылы кәсіпорын қызметкерлері тәжірибелік жануарлардың рөлін сынап көрді. Күшейтілген шешектің штамына негізделген бұлт зерттеу кемесін жуып тастады. Нәтижесінде аурудан бірнеше адам қайтыс болды. 70 жылдардың ортасында кантубектің гүлденуі басталды. Аралдың бір жағында маймылдар туляремиядан қайтыс болған кезде, екінші жағынан шамамен 1,5 мың адам өмір сүрді. Балалар оқыды, ересектер жұмыс істеді. Демалыс күндері саябақта серуендеп, кинотеатрға барып, Арал теңізінің жағасында романтикалық күндер өткізді. Бұл сол кезде теңізге ұқсайды. Мұнда тыныш өлшенген өмір 90-шы жылдарға дейін ағып, содан кейін Арал жеті жабылды. Біріншіден 60-шы жылдардан бастап Арал теңізі жылдан жылға азайып келеді. Ал Аралдың ауданы керісінше ұлғайып, жобаның құпиялығына кепілдік беру қиын болды. Екіншіден, КСРО ыдырағаннан кейін Михаил Горбачев биологиялық қаруды дамыту бағдарламасын жапты. Бұл жарық Кантубек тұрғындары үшін ашық аспан астында күн күркіреді. Эвакуация соншалықты жылдамдықпен өтті. Адамдар барлық жабдықтар мен жиһаздарды пәтерлерге қалдырды. Зертхана қызметкерлері жабдықтарды, құрылғылар мен көліктерді лақтырып жіберді. Қауіпті штамдар тез арада жойылып, көмірлерге мөрленді. Бір қызығы, бұл жердің өзі де, дезинфекцияның іздері де бірнеше жыл бойы полигонды тонаған қарақшыларды қорқытқан жоқ. Өткеннің елестері. Бүгінгі таңда Возрождение аралы түбекке айналды. Теңіз соншалықты таяз болды. Оның бір бөлігі арал, үлкен жермен біріктіріліп, барлығына қол жетімді болды. Бірақ бұл факті, эпидемиологтардың бұл аймақ енді ешқандай қауіп төндірмейді деген тұжырымдары да кантубектерді өлі қаланың тағдырынан құтқарған жоқ. Онда сирек кездесетін сталкерлер мезгіл-мезгіл көміліп тұрады. Жақында Аралға полигон аумағына ешкім мүлде кіре алмайтындай етіп, шекарашылар бекеті қойылды. Кантубек 2008. Бір жағынан биологиялық қауіп радиация сияқты қауіпті емес. Екінші жағынан, бұл жерде тәжірибелік жануарлардың қалдықтары мен жою кезінде жойылмаған вирустары бар қабірлер бар екенін бәрі біледі. Шамамен 5 жыл бұрын газеттер жерлеу орындары жойылды деп жазды. Бұл ақпаратты ешкім растамады. Арал жеті, тастап кеткен Елес қаласы өзінің атақ даңқының бір бөлігін алды. Бұл жердің мұңды тарихы бейне ойын жасаушыларды шабыттандырады. Ал Ренессанс аралы Call of Duty Black Ops ойынындағы басты орынға айналды. Ал Command and Conquer Generals'та аралды террористік топтың күшімен басып алу миссиясы бар.